Біздің жігіттерге неге рахмет айтуды осындай кезде айтпаймыз? Жақсы, өкпеміз бар. Керек кезінде өкпемізді айтамыз. Жігіттер мынандай болу керек, мынандай болу керек деп жерден алып жерге саламыз. Керек кезінде. Неге біз сондай жігітті қалаймыз деп. Қазір осы тұрғанда осы жігіттер мықты болып тұр, біздің жігіттер. Осы жігіттерге Құдайға шүкіршілік етеміз. Ана әлеуметтік желінің ішінде көрдіңдер ма, интернетте не отқан, тиктокта? Осы қазақ жігіттер мессендерге бар ғой, постоянно айтам, өзіміздің қазақ қыздарымызды, қарындастарымызды да қорғауға, соларды бағалауға тырысайық, соларға всегда қолдау көрсетейік деп жүрсек, көрдіңдер ме? Басқа мемлекеттің блогерларын естідіңдер ме не деп атқан біздің қазақ қыздарымызды? Анау Анардың, Равшанды көрдім да, кеше айтып отқандар, барамыз қазір қазақ қыздар келеді, періп аламыз, бүйтіп аламыз, сөйтіп аламыз дейді. Ол не деген сөз? Өйткені уже бәрі біліп алғанда, қазақтың жігіттері өздерінің қыздарын қолдамайды, бағаламайды, оларға қорған болмайды. Міне сендердің жеткен результат, міне көрдіңдер ме қандай? Потому что өздерің кінәлісіңдер. А сендер жоқ, керісінше қыздарға кіріп аласыңдар да балағат сөз жазасыңдар. Отырып аласында ананы көрсет, мына жеріңді аш, ана бүйт сөйт деп. Ертең сенің қарындасыңа, сенің әпкеңе біреу келіп сөйтіп атса, саған приятно ма? Қазір базар жоқ, оларға полиция қазір қызметкерлері оларға қылмыстық іс қозғап жатыр, олар қазір публично кешірім сұрап жатыр. Қанша мен всегда шығам тиктокта да, инстаграмда бүкіл жерде шығып айтып жүрем, қазақтың қызының намысын қорғап жүріңдер. Өз қазақтарымызды, өзіміздің қазақ әйелдерді, қыздарды қорған болып тырысыңдар. Датаго біздің еркектердің арасында көбісі еркектер майдаланып, ұсақталып кеткен, қыздармен, әйелдермен салғыласып отырады. Не деген датаго мал болып кеткен деймін да, кейбір біздің еркектер шені. Ұят деген жоқ, еркектік намыс деген жоқ. Еркек, ер азамат деген статусы жоқ та, қыздарына барып шешін, ана жерінді көрсет, мына жерінді көрсет. Бұл тәрбие деген жоқ. Міне, жеткен солына. Басқа мемлекеттер үстімізден күліп жатыр. Ал, молодцы! Қазақстанға келіп алып, ана стрим, блогерлер, қазақ қыздары туралы ауыздарына келген айтып, ақырында 15 суткаға жал болыпты. Аллаға шүкір. Енді қазақтың намысты жігіттер шыдай алмай жатыр, біреулер боқтап та сөйлеп жатыр, ашуланып жатыр. Тек қана қазақстандықтар емес, өзге ұлт өкілдері де шығып жатыр екен. Мана бір дағистанец айтып отыр да, ребята, вам повезло дейді, 15 сутка. Сендер Қазақстанға естерің дұрыс па дейді, Қазақстанға барып бір сондай сөз айтып жатсыңдар. Рахмет оларға, бізге сондай үлкен баға беріп жатқанына. Біз соған лайықтымыз ба жалпы? Қазір бізде диванный крыслар, диванный ана нелер көбейіп кетті, батырлар. Неше түрлі сұмдық комментарий жазады. Қазір бір видеоны көрсең, астына комментарийны оқисың. Біздер бірінші орын алатын боламыз қазір әлемде жарыс ұйымдастыратын болса. Ақ пен қараны ажырата алмай, не болса соны жаза береміз де. Анау алаяқ, мынау 200-ді, ана Бекболат Тілеуханов ағамыз 200-ді қылып қойды. Ол үкім негізі. Ол 200-ді болмай шығатын болса өзіңізге қайтады. Сол Бекболат Тілеуханов ағамыздың күшті бір айтқаны бар еді. Қазақтың жігіттері мықты болса, көшеде Сайынан бойында қыздар тұрмас еді. Шын ғой. Оған өзге Сайынан бойында тұрған қыздарға өзге ұлттар ма? Бар отқан сол өзіміздің қазақтар ғой. 40-қа келген жігіттер кәдімгідей жас қыздарға жалтың етіп, сен 40-қа келгенде қызыңа күйеу, балаңа келін іздейтін озырс қой. Көрінген қыздың етегін бағып жүретін озырс емес. Біз мықты болайық. Сол кезде біздің қыздарымыз да мықты болады. Қазаннан қақпақ кетсе, үйттен ұят кетеді дейді. Қыздарымыз асық шашық, сондай бір көріністе тіпті өзің танымасаң да қазақтың қыздары көшеде солай кетіп бара жатқанда өзің ұялып кетесің. Сондай қыздарымыз болғаннан кейін өкінішке орай өзге ұлттар осылай сөйлейді. Сондықтан тәрбие тал бесіктен үйден басталады. Қыздарымызға, айналамызға қарайық. Біздің әйелдеріміз қандай көріністе көшеге шығып жатыр. Саған түнде сұлулану керек болған көріністе көшеге шығып жататын болсаң да кімге өкпелейміз? Шариғатта рұқсат береді. Күйеуінің алдында сәнденуге, әдеміленуге, әтірленуге, көшеге шығу емес, күйеуінің алдында май шашыңмен, жыртық киіммен жүресің де көшеге жылтырап шығасың. Содан кейін ара су үйді бұл жерде. Бұл шариғат қазір мені де қазір жеріне алып жерге салады. Бірлер араб құл деген сияқты, шариғат деп айта берді деген сияқты. Шариғат сенің сұлулығыңды, жылулығыңды үйдің ішінде ұстауға бұйырады, көшеге шығаруға емес. Көшеге шығарғаннан кейін осындай көрінген өзге ұлттар сөйтіп намысымыз таптайды. Бәріміздің де өзегіміз өртеніп отыр. Не істейміз енді барып қазір оларды ұстап алып аяғын сындырып, ертеңгі күні біз сотталып жатайық па? Біздің қарындастарымыз соған лайықты ма? Кезінде Қайрат Рысқұлбеков ағамыз қазақтың қыздарының шашынан сүйреп жатыр деген сөз үшін шығып алаңға. Былайша айтқанда бұл өмірден кетіп қалған жоқ па? Қазақтың қыздары сол қазір қай бір қазақтың қызы бар шығар, көкке топырақ шашпаймыз. Қыздар қауымы бар ішінде намысты, ар-ұятын қорғап жүрген. Кейбір қыздарымыз көшеде мини-юбкамен селтең шүлдір орысшасымен шүлдірлетіп кетіп бара жатқанда бірдеме айтатын болсаң,
Қайрат Рысқұлбектің кім екенін де танымайды ғой. Сондықтан қыздарым, қазақтың қыздары, өте мына ұяттарыңызды, қыздың бойындағы ең үлкен әшекей сұлулық ол ұят. Ұяттарыңызды өлтірмеңіздер. Қазақтың ар намысын өзге ұлттардың алдында төкпеңіздер. Салиқалы болайық. Қалайсыздар, амансыздар ма? Мынау Россиядан келген блогерлердің Алматыда ұйымдастырған хайвайды бәрін де біліп отқан шығарсыңдар енді. Мен айтамын да, біз не соншама бір не болып кетті ма, қорқақ болып кеттік па деймін ба, или қалай айтуға болады бұл жағдайды? Соншама қорқақ болып кеттік па? Я болмаса біз неге осы біздің елге келіп, именно біздің елге келіп өзге ұлттар неге талтаңдайды, маған сол қызық. Ауыздарына келгенін оттайды, тілімізге тиіседі, дінімізге тиіседі, өзімізге тиіседі, тарихымызға тиіседі. Неге? Соларға ештеңе де істей алмаймыз біз, бар ғой, бір ашитын жеріңше. Қазір осы тақырыпты ауқымды қозғап резонанс қылсаң, ойбай сен ұлтаралық араздық тудырып жатсың деп өзіңде бас салады. Неге сондаймыз біз? Мыналардың басын жұлып алу керек қой, мынау қазақ қыздарына тиісіп тұр. Бұл деген тұтас ұлтқа тиісі ғой, нағыз ұлтараздылық деген осы ғой міне. Қайда осындай кезде біздің рекет сымақтарымыз қаяқтасыңдар? Бір-бірімді пышақтағанда әйдіксіңдер ғой. Руға бөлініп, ойбай мен мықтымын, сен мықтымын. Қайда осындай кезде бас көтеру керек қой. О заң жүзінде білмеймін, 15 күн отырғаннан кейін кететін шығар, ол малдарды по-любому ұстап алу керек қой. Бұндайлардың жазасын беру керек. Бұл деген түгел ұлтқа тиісі ғой, түгел ұлтты мазақ қылып тұр ғой. Бұларды бар ғой, жазасын беру керек, бұлай болмайды. Бұлардың бір кәдімгідей жазасын беріп, келесі де біздің елге келетін өзге ұлттар өйтіп сөйлемес үшін осылардың жазасын беру керек. Қалай екенмен, бірақ бір жазасын беру керек. Бұл жай әкімшілікпен 15 күн отырып шыққан болмайды бұл. Мынау деген таза масқара ғой, сенің еліне келіп, жеріне келіп, сен өзіңді, ұлтыңды, қыстыңды мазақ қыладыр. Осы ағаларымыздың басын жерге қаратпаңдар, бетін жерге қаратпаңыздар. Осындай абыройлы екенімізді сақтап қалыңыздар. Иә, деп барлығын абыройымыз үшін күресіп, абыройын жоғары қарай көтерген кезде сол жоғары дәрежесінде сақтап қалайық. Және осы күресіп жүрген қазақ қыздар мынау түрі, мынау кейпі дейтінде әңгіме болмайтындай. Олардың біздің абыройымызды көтеріп қойды, біз де олардың абыройын ары қарай көтеріп жүрейік. Сол себепті кішкене әңгіме олай жаза берудің қажеті жоқ. Бұл ағаларымыздың абыройын, намысын жерге ұрмайық. И барлық елдер зато білетін болады Қазақстанда оның нәрсенің жасауға болмайтынын.